Жақсы, бисмиллахир-рахманир-рахим, алхамдулиллахи раббил аламин, вассалату вассаламу аля сайидина Мухаммад. Аллахумма ла илма лана илля ма алламтана иннака антал алимул хаким. Сумма амма ба'д. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракат. Құрметті момын мұсылмандар, Алла Тағала мынау қасиетті мешітке алыстан жақыннан келген қадамдарымыз Алла сауаптан жазсын. Алла Субхана ва Тағала осы мәжілісімізді берекелді, хайырлы, дүние ақыретімізге пайда келтіретін білім алуымызды нәсіп етсін баршамызға. Алған білімімізге амал етіп, ертең Алланың құзырында қабыл болған амалдан болуды Алла Тағала нәсіп етсін деп біз Аллаға жалбарынамыз. Енді құрметті жастар, бауырлар, міне бүгін қасиетті жұмада жаңа сөз қозғаған болатынбыз. Ол мәселе сол имам Абу Ханифа рахмахулланың өмір баяны жайында және сол кісінің салып кеткен сара жолында насихат болған болатын. Соны жалғастырайық. Демек, мәзхаб деген сөзді құрметті жастар біз түсініп алайық. Ол жол деген сөз. Мәзхаб не екен? Жол. Міне, мәзхаб захаба деген етістіктен шығады. Захаба деген жүру деген сөз. Ана азхабу десе мен бара жатырмын. Ана захабту десе мен бардым өткен шақта. Демек, мәзхаб деген сол захабадан толықтырылған сөз. Демек, жүретін жол. Бұл жолдың басында адамзаттың асыл тажы сүйікті пайғамбарымыз Мұхаммед алейхиссалам көшті бастап кетіп бара жатыр. Сол пайғамбар алейхиссаламның салып кеткен жолын сахабалар жалғастырды. Ол сахабалардан кейін ол жолды табиғиндер жалғастырды. Сол табиғиндердің ішінде Абу Ханифа кетіп бара жатыр. Абу Ханифадан кейін атба табиғиндер жалғастырды осы жолды. Міне осы ғасырдан ғасырға лек-легімен ғұламалардың жеткізген өсиеті, аманат, білім, мұрасы келе жатыр бауырлар. Аллаға шүкір, осы мұра бізге жетті. Енді осы мұра бізге аманат, бізден кейінгі ұрпаққа да бауырлар соны аман есен, сол аманатты жеткізіп, абыроймен өтіп кетуді Алла баршамызға нәсіп етсін. Қияметке дейін пайғамбар алейхиссалам салып кеткен осы сара жолдың жүруді біздің ұрпақтарымызға Алла нәсіп етсін бауырлар. Бұл мәзхаб деген жол екен. Осы жол біздің ауызбіршілік ынтымағымыздың берекеті бауырлар. Өйткені 4 жол бар. Бұл Абу Ханифа рахмахуллахтан келетқан жол. Таудың шыңы Расулла деп айтатын болсақ, шыңға шығып баратқан бір жол, ол Абу Ханифаның жолы. Екінші, таудың мына жағынан имам Шафидің жолы кетіп бара жатыр. Мына жағынан имам Малик шықты, мына жақтан Ахмад бин Хамбал шықты. Төртеуіңді бірігетін нүкте таудың шыңы жоғары. Расуллаға бару керек. Бірақ төртеуі 4 түрлі жолмен шықты бұлар. Төртеуіңді айтатын дәлелдері бар. Төртеуіңді сол жолды пайғамбарға апарған өздерінің шежірелері бар. Бірақ жаңа біз дәрісте жұмада айтқан болатынбыз, бұл жолдың басында кім кетіп баратыр дедік? Абдулла ибн Мас'уд пайғамбардан жеткізіп, бізге соны көрсетіп кетті. Міне имам Тахауи рахмахуллада имам Абу Ханифаның, имам Шафи рахмахуллардың айтқан, ұстанған дәлелдерін бәрін салыстырып көрді де, ол кісі не болды? Шафи мазхабынан Ханафи мазхабына өтті. Міне сол себепті құрметті жастар дәрісте айтып жүрем, және де айтам, басқа мазхабтар кейбір жағдайларды біздің мазхабымызға кеп пұрлап алады солар. Қай мәселеде? Қажылық мәселесінде. Мысалға, қажылықта жүрген кезде Шафи мазхабы бойынша, ана тауафта жүрген кезде денеңе еріксіз әйел адамның тиіп кетсе, тауафта жүр, адам өте тығыз жүреді ана жерде. Не болады ол жерде? Дәрет бұзылады. Мен сол Мысырда жүрген кезде Шафи мазхабындағы анау мысырлық достарыма талай әзілдес тиіскен кездерім болды. Мен оларға айтатынмын, сендер ана умраға барғанда, үлкен қажылыққа барған кезде қалай орындайсыңдар? Ол жақта әйел адамдар еріксіз тиеді сен денеңе. Тимесе де Шафи мазхабы бойынша екі әйел адамның ортасында қалып кетсең,
дәретің бұзылып кете береді. Сендер ана жерде уақыттың бәрі дәретханамен бола ма, или тауафта жүресіңдер ме деп әдейі біліп тұрып десем ғой. Сол жерде мысырлық достарымның айтқан жауабы, біз ол жақта ханафи мазхабымен жүреміз дейді. Және бұл сөзді жай айтатын. Біз ол жақта ханафимен жүреміз деп айтатын. Қатты айта алмайды. Кейін әдейі айтам, қатты айтса осы сөзді деймін да, неге жай айтып жатсың деймін. Сөйтсем, өйткені ханафи мазхабында дәрет бұзылмайды дейді. Сөйтіп тауафымызды, қолшылығымызды бәрін аяқтағаннан кейін аэропортқа барып самолетқа мініп жатқан кезде ниет еттім деп шафи болып ұшып қайтамыз елге дейді. Кейін мен айтам, сен сол ханафимен соңына шейін жүре бермедіңдер ме деймін ғой. Еліңе барып та, мына жаққа барып та, ыңғайлы ғой біздің жолымыз деп тиіскен кездерім болды бауырлар. Құдай кешірсін. Бірақ олар бізге не істей алмайтын, тиісе алмайды. Еш қайсысы ханафи мазхабында сендер неге мұндайсыңдар деп әңгіме айта алмайды бауырлар. Мынау Абу Ханифа рахмахуллахтың ижтихатымен кеше Рамазан айында басы Рамазанның бірінші күнінен басталды да, ең соңы айт намаз оқылғанға шейінгі мерзімнің арасында садақа пітір бердік. Алла қабыл етсін. Бердіңіздер ме? Алла қабыл етсін. Пітір садақамызды бердік. Адам басында санап тұрып бердік. Ол беру уәжіп. Енді хадис бойынша сол пітір садақа, пітір садақа арпамен, бидаймен, құрмамен берілу керек. Хадис бойынша. Бірақ әлемде біз қазір қарап отырмыз, бүткіл әлемде жаңағы басқа мазхабтары бар. Оның ішінде ешқандай пайызды құрамайтын анау мазхаб ұстанбаймыз деп жүрген кейбір мұжтахид сымақтары бар. Баршасы құн беріп жатыр. Жаңағы бидайдың құнымен береді, немесе арпаның құнымен береді, немесе құрманың құнымен беріп жатыр. Бұл ижтихат қайдан келді бұл? Бұл ижтихаттың басында жаңа имам Азам тұр рахмахулла. Абу Ханифа рахмахуллахтың ижтихаты осы мәселе. Ол кісі айтқан. Мынау жаңа пітір садақа қалай берілу керек еді? Құрма бидай арпа еді. Бәріміз сол қапшыққа салып арпамызды, бидайымызды бәрін базардан сатып аламыз да, өткен елдің бәрі бидай екпейді ғой. Хадис бойынша амал жасаймыз дейікті, соны мәшинемізге, арбамызға тиеп алып, мына мешіттің ауласына әкеп тастауымыз керек еді баршамыз. Сөйтіп, оны кімге беру керек ол пітір садақаны? Оны кімге беріледі? Міскін, яғни пақыр міскіндерге беріледі. Енді ол пақыр міскіндер өмір бойы сол ұшақ азықпен өмір сүре ме не? Тек қана бидай жей бере ме олар? Тек қана арпа жей бере ме? Олардың балаларының анау мектептің оқулықтарына ручка дәптер керек емес па? Ана үйінде ет, қант керек емес па? Сөйтеді да, Абу Ханифа айтып жатыр бұл әңгімені. Біздің анау сатып алған анау саудагерлер бізге арпаны, бидайды соңғы бағамен сатты бізге олар. Біз сатып алдық оны. Сөйтіп бәрін жинап әкеп бердік мына жерде, жаңа пақыр міскіндерге. Олар не істейді оны? Қайттан арбаларына тиеп алып, немесе такси жалдап, оны қайттан қайда алып барады? Базарға алып барады. Базарда оны кім сатып алады? Саудагерлер, алып сатарлар сатып алады. Енді Абу Ханифа айтып жатыр, сол бізге сатқан нарықпен қабылдамайды ол бидайлар. Олар төмендетіп, нарықты төмен ұрады. Берсең осы дейді, басынды қатырма дейді. Міне обедтен түстен ауып кетті, таңғы сауда мынандай еді, кешкі сауда мына деп, анан басын қатырып, берсең мынандайға деп, арзымайтын ақшаға соның бәрін сатып алады дейді. Соны Абу Ханифа айтып жатыр. Біздің басындағы шығарған қаумақты ақшамыз, жаңа пітір садақамыз, ол өзінің иесіне тиесілі адамға сондай құнды болып жетпей жатыр. Арада біз кімді пайдаланып кетіп жатыр арада? Жаңа саудагерлер байып кетіп жатыр дейді. Яғни олар мүлдем араға қатысы жоқ еді адамдар еді. Неге біз соны құн бермеске деп айтқан ол кісі? Базарға барайық та сұрайық. Сендер бидайды қайдан сатып жатсыңдар? Немесе арпа, немесе құрманы. Осыншадан болды. Сонымен есептейік та пітір садақамыздың құнын шығарамызды ақшалай беріп тастайық деген. Жаңағы пақыр міскіндерге енді ақшасы болған сол кісілер жаңағыда етін сатып алама, баласына оқулықтарға қажетті заттарын сатып алама, ол өзінің қажетін өтесін деп айтқан.
Осы Абу Ханифа рахмаллахтың осы иштихатын бүткіл әлемдегі ғұламалар нахну радағул қаул Абу Ханифа аля рас деп айтқан. Біз Абу Ханифаның осы бір алтыннан да қымбат сөзін басымызға қоямыз деп ұрандатқан соны. Сөйтіп бір ауыздан Ахлус-сунна ва жамаат ғұламалары бүткіл пәтуалар сол пітір садақада құнын беріліп келе жатыр бауырлар. Құны. Міне мазхаб ұстанбаймын деген бауырларымызға жақсы менің атымнан сәлем айттыңыздар. Олар тек қана Құран мен сүннетпен жүреміз деп айтқан еді ғой. Неге пітірдің садақаны беріп жатсың деп айтыңдар? Неге құнын беріп жатсың? Сен арпа әкелмейсің мына жерге? Бидай әкелмейсің бе онда? Немесе құрма әкеліп бермейсің бе деп айтуға не бар? Толық негіз бар бауырлар. Міне сол себепті құрметті жастар, бұл мазхаб деген жол Пайғамбар алейхиссаламның сол сара жолын түсіндіріп жатқан төте жол деп білейік. Сол бойынша өте дәлелдерін бәрін ыңғайлап, мұны бәрімізге ортақ қылып жеңілдетілген жолда мазхаб деп айтылады. Мазхаб. Бірақ келіп алып, Құранмен жүрем, мазхабпен жүрем, сүннетпен жүрем, мазхаб деген нәрсе бидағат деп айтсақ, онда мен сіздерге бір нәрсе айтайын. Құранды қазір кім түсінеді араб тілінде? Кім түсінеді оны? Оны мешіттегі имамдар түсінеді Құранды. Оны медреседегі оқытқан шәкірттер түсінеді араб тілінде оқытқан. Хадистің мәтінін, Құранның мәтінін айтып жатырмын. Бірақ жалпы халық Құран мен сүннетпен қалай жүреді олар? Оны қалай жүреді олар? Міне сол себепті мынау бабаларымыз уақытында билердің айтқан сөз осы жерден шыққан еді. Сендер молданың айтқан істеңдер, несін істемеңдер? Ана, дұрыс версиясы осы бар, осын көп айтыңдар. Оны кейде адамдар ана бұрмалап, белгілі ғой деп қояды. Ал не белгілі десең, айтқан ғой дейді. Не айтқан? Молданың айтқанын істе, істеген, істемеген деп айтқанда көзін қысып қояды. Бауырлар, ондай бұрмаламаңыздар. Бұл сөздің оригинал версиясын айттым мен. Негізгі дұрыс версиясы осы. Бұны билер айтқан уақытысында. Өзіміздің қазақ даласынан шыққан ауылдың билер ақсақалдар айтқан. Сендер молданың істеген істемеңдер деп айтқан. Не үшін істемеңдер деп айтқан? Өйткені бір күні қараса, ол жастардың бәрі сол молда имам ғой енді, ұстаз ғой молда деген сөз. Ғалымның жанына жиналып алып, түнімен оларда тәпсір қараған болған, ана ұстаздың қарап отқан жанында отырған ғой бәрі. Әйтеуір сауаты жетпесе де, не айтты, тағы не айтты деп. Сөйтіп, келесі күн таңертең таң намаздан кейін ауылдың бәрі ұйықтап жатыр дейді. Ешкім жұмысқа шықпаған. Қорадағы қой шығарылмады. Трактор оталмады. Ешкім жұмысқа шықпаған. Сөйтіп, ақсақалдар, мына ауылдың бәріне не болған? Қайда жұмыскерлер десе, не деп жатыр? Ұйықтап жатыр бәрі деп айтады дейді. Неге ұйықтап жатыр десе, түнімен молдекеңнің жанында не істеген олар? Түнімен ғылыммен айналысты деп айтады дейді. Сол кезде не деп айтқан билер елдің бәрін жинап алып, жоқ олай болмайды деген. Міне бүгіннен бастап сол ғалым молдалардың айтқанын істеңдер, бірақ істеген істемеңдер деп айтқан. Сен шөбіңді шап, сен жұмысыңа кет, сен саудаңа кет, имам молда пәтуасын шығарсын, сол айтсын, қияметте жауап беретін сол бір адам бір арамызда, маман сол, біз шаруамызбен айналысайық деп билер осындай үкім айтқан екен бауырлар. Міне сол ғұламалар басында тұрған жағы имам Азам рахмахуллахтың сара жолы, мен жаңа дәрісте айтқан болатынмын, бұл табиғиин болғандықтан. Абу Ханифа рахмаллах 7 сахабаны көрген ұлы имам. Міне сол үлкен ұстаздың жолын біз қарап отырмыз. Сол жолда ғасырдан ғасырға қазақ даласында ауызбіршілігімізді, ынтымағымыз бойынша келе жатырмыз бауырлар. Кейде анау қулыққа салынып, жоқ мен дейді Шафи мазхабын ұстанамын дейтіндерді естіп жатырмын. Екінші бір айтады, ойланып тұрады да, жоқ мен Маликимін дейді. Бауырлар, ашық айтайын, Маликиде бола алмайсыңдар, елде Шафиғиде бола алмайсыңдар. Өйткені мынау сөреде тұрған кез келген кітаптар, елдегі айтып жатқан бүткіл пәтуалар, мынау ғұламалардан шығып жатқан еліміздің муфтияттағы баршасы қандай мазхаб бойынша шығып жатыр? Абу Ханифа рахмахуллахтың мазхабы бойынша жазылып жатыр сол пәтуалар. Жауаптың бәрі сол жол бойынша жазылып жатыр. Егер өрден бір қате тапсаңыздар, айтыңыздар. Бәріміз қарайық, не қате екендігін. Бірақ отырып алып, жоқ мен анаған барам, мен мына мазхабты ұстанам, мына мазхаб немесе әр мазхабтың жеңіл жерін теріп алып, мына жер маған ұнайды, мына жер ұнамайды, ана ұнайды, ондай болмайды бауырлар.
Ғұламалар ескерткен, ондай адамдар діннен шығарып жіберетін жолды ондай ұстанбаңдар деген. Әр мазхабтың жеңіл жерін бәрін жинап алып, андай құрама штат жасамаңдар деген. Олай болмайды. Сол үшін міне сара жолымыз Абу Ханифа жолы екен, рахмахулла. Сол Абу Ханифа рахмахулла ол кісі өмірін осы жолға салған еді. Сол міне келе жатыр, ғасырдан ғасырға сон мазхаб деп айтылады. Мазхаб деген не екен сонымен? Міне жол екен. Енді патуа алатын болса, қай мазхабта жазылған екен елді? Абу Ханифа мазхабында жазылған екен. Бір сұрақ қойсаң, оның жауабы қай мазхаб бойынша айтылады қазір? Абу Ханифа мазхабы бойынша айтылады екен. Әлемдегі мұсылмандардың 70% қандай мазхабпен жүр екен? Абу Ханифа мазхабымен жүр екен біз. Демек, бұл ақиқат жол ғой, бауырлар. Бұл аманат жол. Соны бауырлар айтарым, осы жолдан Құдай тайдырмасын. Ақиқаттан Құдай тайдырмасын біздерді. Міне, жақсылап, мынау мешіттерде имамдарға, ұстаздарға Алла разы болсын, сабақ береді. Фиқтан сабақ береді. Біздің өміріміздің бауырлар, мынау 90% фиқтан тұрады. Шариғат фиқ деп атқанымыз, бұл сіздің күнделікті өміріңіз осы 4 бөлімден тұрады. Ол бірінші, ол жаңағы дәрет суы намазыңнан басталады, ғибадат бабы деп айтылады. Екінші бөлімі сауда саттық, муамалат. Не саласың, сатасың, не аласың, не дүкенге бірдеңе аласың, соның бәрі муамалат, сауда саттық мәселесі. Үшіншісі неке мағыба, неке тақырыбы, отбасылық мәселесі. Ертең Алла бұйыртса мына жанұясы кітабымыздың мынау таныстырылымына келіңіздер. Сол жерде осы отбасыға қатысты біраз мәселені көтереміз, Құдай қаласа. Мына Түркістан сарайында, Құдай қаласа, ертең сол жерде некеге қатысты мәселелер, мына бойдақтар әсіресе келіңдер, бойдақтар қатысты біраз айтарымыз бар. Сол жерде Құдай қаласа үмітіміз сопиып жүре бермей үйленсеңдер екен деп жатырмыз.